тәрбиелік мағынасы өте зор болды. Бұл жерде есірткіге қарсы, есірткінің зияндары туралы айтылған. Есірткі ол ешқашан жақсы нәрсеге алып келмейтінін білу керек. Қате әрекеттер істеместен бұрын дер кезінде тоқтатып үлгеру керек деп есептеймін. Негізі ең басты бұл жақтағы басты өзекті мәселелердің бірі ол есірткі деген, яғни жастардың арасындағы есірткінің өзектілігі болып тұр. Қазір жастар көбінесе есірткіні қолданады, соны таратады, яғни өте танымал нәрсе. Есірткі ол адамды полностью басып алады деп айтсақ болады, бірақ оған бір шара қолдану керек деп ойлаймын. Бір емдеу жүргізу керек, соның бәрін қадағалап отыру керек деп ойлаймын. Әр ата-ана, әр отбасы өз келе жатқан жаңағы өздерінің балаларына отбасынан бастау керек. Кез келген тәрбие отбасынан басталады. Енді мен ойымша болғаны болды деп айтуға болмайды. Біз соған жол бермеу үшін бәріміз қоғам болып, ел болып, қазағым болып бірігіп, бәріміз қолға алсақ, өзгеріс деген көп болады. Есірткіге жол жоқ. Оған жол бермеу керек, спортпен шынығу керек, мықты болу керек.